Бүгінгі сабақ біз өткен сабақтарда мольдық массалары бойынша өттік. Қазір қайталау жұмыстарын еске салып өтеміз. Одан кейін бүгінгі өтетін сабағымыз Авогадро заңы мольдық көлем. Tutma, mольдық көлем. Жазып қойып, дәптерге. Мольдық көлем. Бүгінгі число 10 2022 жыл. Тағы жазып. Ал сабақ бастамас бұрын өткен мәліметтерді еске салып өтейік. Өткенде біз зат мөлшері деген тақырыпты өткен болатынбыз. Ол жерде де Авогадро саны деген тақырыпты. Еске ме? Ал еске сөйлейік. Авогадро саны нешеге келеді? Жауап береміз. 6,2 көбейтілінген 10-ның 23 дәрежесі мол. Өте жақсы. Отыра ғой. Енді бұл сан қайдан шықты? Авогадро саны қайдан пайда болды бізге? Осыны айтып береді. Түсіндірдім өткен жоқ сіздер. Мынандай болғанда Авогадро саны пайда болды. Оны бір мольдың моль санымен есептелінген. Кім айтады үшін? Тұрып сөйлей береміз, дұрыс. Санмен 10 неге бөлдік? Көміртекті массасы неге бөлдік? Сонша сан шықты бұл сөзді. Кім айтады? 12 килограмм неге бөлдік біз? Ал тағы сөйлейік. Біз көміртекті массасын алып, оны бір атомның массасына бөлгенде бізде 6,2 көбейтілінген 10-ның 23 дәрежесі шықты. Жақсы. Яғни 19,194 деген сан бар еді ғой? Вот соған бөлдік қой. Сол кезде Авогадро саны шықты. Енді зат мөлшері бөлшектер саны бойынша неге тең еді? Кім сөйлейді? Формула бұл жерде. Зат мөлшері, мен жазып тұрған сендер айтыңдар. Зат мөлшері неге тең еді? Бөлшектер саны бойынша тұрып сөйлейміз. Зат мөлшері бөлшектер саны бойынша бөлшектер саны неге бөлдік? Неге бөлдік? Авогадро санына бөлдік дейді. Бөлшектер санын Авогадро санына бөлдік мінекей. Зат мөлшері ең алғаш біз осылай қолдандық. Екінші, келесі сабақта зат мөлшеріміз масса бойынша тағы есептерге. Бұл бірінші формуламыз. Екінші формуланы еске алайық. Зат мөлшері неге тең еді? Зат мөлшері неге тең еді? Не бөлінген? Ол жазып қойдық қой. Заттың массасы белгілі болса. N көбейтілген Авогадро санына. Жоқ. Ал сендерге мүмкіндік жасайын, мен формула жазамын. Кім айтып береді? Зат мөлшері неге тең келеді? О, дұрыс сөйлейді. Дауыстап сөйлейші. Дұрыс айтып жатсың. Басқалар естісін. Айтшы не айттың? Масса бөлінген неге? Масса бөлінген неге? Авогадро баған айтып қойдық қой, одан кейін келесі неге өтсеңдерші. Біз үй тапсырмасы сәт пысықтап жатып қой, бұның сағат түсінді үшін. О, не деп айтатын? Масса бөлінген. Сол не ол әмір? О, енді толық айтшы кәл сен маған осына.
Zat mölçeri teң. Zat mölçeri bölінген massa, басына айтайын. Zat mölçeri тең massa bölінген мольдік massa. Вот міне тамаша. Zat mölçeri teң, massa bölінген неге? Мольдік массаға тең. Түсінікті ме? Енді бүгінгі сабақта zat mölçeri teң болады. Бізге не айтып тұр берді? Көлем. Олай болса, көлем тең болады Авогадро санына. Бұл жерде мольдік көлем деп атаймыз мынаны. Мольдік көлем. Мольдік көлем қалыпты жағдайда алынған сан. Қалыпты жағдай дегеніміз не ол? Қалыпты жағдай дегеніміз 101,3 мегапаскаль қысымда 0 градуста немесе 273 Кельвин температурада кез келген газдардың алатын көлемі не болады екен? 22,4 литр мольге тең болады. 1 мольге көлем осыған тең. Бұны біз мольдік көлем деп атаймыз. Түсінікті ме? Кім қайталайды? Мольдік көлем дегеніміз. Мен айтқан кім қайтып берді? Кім қайталайды? Мольдік көлем дегеніміз. Құлаққа құйылмады ма? Тағы қайтап берейін ба? Қалыпты жағдайда кез келген газдың 1 мольде алатын көлемі 22,4 литр моль. Кім қайтайды? Қалыпты жағдайда газ немесе тағы да басқа заттардың Тек газдардың көлемі қандай көлемі? Мольдік көлемі 22 литр. Кез келген газдың 1 мольдік көлемі 22,4 литрге тең. Литр бөлінген мольге тең. Толық сөйлейміз. Тағын қайталайын. Қазір есеп шығарамыз осыған. Сол үшін қайталап тастап алайық. Мольдік көлем дегеніміз не тең екен сонымен? Кім қайталайды? Қайта жешкен? Мен айтқанды. Қалыпты жағдайда Мольдік жазамыз онда? Жазыңдар. Жазыңдаршы бәрін. Сендер жазбасыңдар үшін айтамайсыңдар. Ауыз еті, ауыз әдеге деген сендер жоқ білім ғой, қалыпты жағдайда жазыңдар. Қалыпты жағдайда кез келген газдың 1 молінде 22,4 литр мольге тең болады. Жазып қойдық па? Al келесі. Мынау санмендер нені біліп бізге? Қандай санмендер бұл? Паскаль 100,3 Паскаль 0 градус немесе 273 Кельвин. Bu neyin belgisi? Bu neyin belgisi? Осы өлшем бірлігі неyin белгісі? Мысалға. Не екен? Қалыпты жағдайда газ айтты емес пе? Қалыпты жағдайда мынау сандарда келген газдардың 1 мольі 22,4 болса. Түсінікті ме? Яғни дәл осы жағдайда ВМ тең болады 22,4 литр бөлінген мольге. Яғни неде? 1 мольде. Осынша көлем алады. Олар массалары әртүрлі бола беру әбден. Түсінікті ме? Мысалға, қараңдар. Мынау
kub alатын болса, текше метр, дұрыс па? Дәл осы ішінде суы егіп тұратын болса, келесі дәл осындай текше метрдің ішінде дәл осындай текше метрдің ішінде N егіп тұратын болса, дәл осындай текше метрдің ішінде Долбоеб, шеше қорытпасы.